Барлығыңызға сәлем. Бұл видеода like, love және hate сөздерінің ерекшелігі туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, айтылатын мәліметтерді мұқият тыңдаңыз. Негізінен like ұнату, love сүю және ұнату, hate жек көру және ұнатпау деген мағыналарды білдіреді. Ал бұл сөздердің ерекшелігі мынада. Бұл сөздерден кейін міндетті түрде ing жалғауы жалғанған етістік қолданылады. Егер де біз инфинитивті қолданатын болсақ, бұл қате болып табылады. Мысалы, I like playing tennis. Мен теннис ойнағанды ұнатамын деген мағынаны білдіретін сөйлемді құрауға болады. Алайда, бұл жағдайда ing жалғауы жалғанған етістік баяндауыштың қызметін атқара алмайды. Мұндай етістік жай ғана іс-әрекеттің атын білдіріп тұрады, яғни сөйлемде толықтауыштың қызметін атқарады. Тағы да бір мысал келтіріп өтейін. I love eating cakes. Мен торттарды жегенді ұнатамын. Мұнда екі сөйлемді салыстырып көрсеттім. I hate playing football. Мен футбол ойнағанды жек көремін деген мағынаны білдіретін сөйлем. Дәл осы сөйлемді I hate to play football деп айтатын болсақ, бұл үлкен қателік болып табылады. Ал енді видеоны дәл осы жерден тоқтатып, мына тапсырмаларды орындап көріңіз. Бірінші тапсырма үлгі ретінде көрсетілген. Мен содан соң осы тапсырмалардың жауаптарымен бөлісетін боламын. Екінші сөйлемде not деген болымсыздық мағынаны білдіретін сөз тұрғандықтан, сөйлем толығымен болымсыз сөйлем болып табылады. Сондықтан да you don't like playing the piano деген сөйлем құралады. Үшінші сөйлем we like drinking milk деген сөйлемді құраймыз. Төртінші my friends hate washing the dishes деген сөйлемді құраймыз. Бесінші сөйлемде not деген болымсыздық мағынаны білдіретін сөз тұрғандықтан, сөйлем толығымен болымсыз сөйлем болып табылады. Сондықтан да Katie don't like riding her bike деген сөйлемді құраймыз. Ең соңғы алтыншы сөйлем the boys love watching films деген сөйлемді құраймыз. Міне достар, бүгінге айтарым осы. Видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыз.